мынау помидорды харам деп жемей қойған. Бұл оқиға қазақ хандығы алтын орда уақытында емес, осы кеңес уақытында болған. Бұл менің нағашы атамның басынан өткен оқиға. Қадырқұл атам, алла рахметіне алсын, Ресей империясында дүниеге келген, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. 96 жасында дүниеден өтті. Сол атамның бір орыс досы болады. Сол орыс досы бір күні осы қызанақ помидордың көшетін береді. Қызанақтың адамның қан қысымына пайдалы деген естіп, атам дереу көшетті алып өзінің ауласына келіп егеді. Суғарып қарағаннан кейін әрине қызанақ өсіп піседі. Піскеннен кейін қуанып атам өзінің анасына бір-екі данасын теріп алып барады. Сол кезде атамның анасы қатты ашуланған екен. Бұл кәпірлер жейтін тамақ, бұл арам деп жемей қойған екен. Бұл әңгімеден кейін қазақтар шынымен де қызанақ жемеген ба, бізде бұндай нәрсе болмаған ба деп ойланып қалдым. Бұл оқиғадан кейін мен шынымен де осы қызанақтың қазақ даласына келу тарихын зерттей бастадым. Шынымен де қазақ даласына 20 ғасырдың басында келген екен. Ең әуелі бұл қызанақтар испандықтар сонау Америка түбегінен Европаға алып келген. Басында бұл қызанақты жеміс ретінде емес, бір сәнді гүл ретінде қолданылған, және де бұны улы деп санаған. Уақыт өте келе бұл қызанақты жеуге болатынын түсініп, түрлі салаттарға қолдана бастайды. Испаниядан басқа да Европа елдеріне өтіп, одан Ресей империясына келеді. 20 ғасырдың басында Петр Столыпин жүргізген аграрлық реформада орыс шаруалары жаппай қазақ еліне қоныс аударады. Міне осы орыс шаруаларымен бірге қызанақ та қазақ даласына келген екен. Бұдан түйген ойым, жалпы біздің бабаларымыздың тақуалығы сонша болған, тіпті кәпірлерге жейтін тамағына дейін еліктемек. Бұл жайлы ардақты пайғамбарымыз былай дейді: қандай да бір қауымға еліктесе, ол солардан болды дейді. Яғни тіпті жейтін тамағына дейін ол адал болса да, бұны кәпірлер жейді деп жемейтін болған. Бұл жайлы кейбір үлкен кісілерден, ақсақалдардан сұраған кезімізде, біздің аталарымыз, әкелеріміз қызанақты жемейтін, бұл кәпірдің тамағы деп жемей қоятын дейді. Негізінде қызанақ ол арам емес, біздің бабаларымыздың бұл тақуалығы болғанда, тіпті жейтін тамағына дейін еліктемейтін болған. Қазір біз өзгелерге еліктемек түгілі, тіпті 100% арам нәрселерді жеп жатырмыз да. Тіпті мына мұсылман бауырларымыздың өзі кейбір заттардың құрамына қарамайды. Муфтиятымызға қарасты халал даму деген сертификат бар. Мысалы, соған қараңыздар десек, оған да қарамайтын кейбір бауырларымыз да бар. Кейбір кісілерге осы астын адалдығы, арамдығы жайлы айтсақ, ой, осы сендер қайдан шығарыңдар? Бүкіл тамақ адал. Осы мұсылмандар бәле болды, мынау дұрыс емес деп дейді. Енді бабаларымызды қараңыздар.